кейбір қыздардың жіберетін қателіктері олар мектеп бітіру кешінде мүлде өз-өздеріне ұқсамай қалады. Яғни макияждың көп болуына байланысты. Меніңше бұл дұрыс емес, өйткені ертең сен сол 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін сол суреттеріңді қарап отырып өз-өзіңді танымай қалуы мүмкін. Әрине мен мүлде боянба деп айтпаймын. Бояну керек, өйткені бұл кеш болғаннан кейін бәрібір де өте бір мерекелік көңіл-күй болу керек, бірақ тым қатты емес, өзіңнің табиғи сұлулығыңды сақтай отырып, тек қана керек бір жерлерді ғана бір келтіре отырып бояну керек. Жасамастан бұрын бетке бір кез келген маска немесе жаңағыдай скраб, пилинг көздеріңіздің жасайтын күнделікті рәсімдеріңізді жасаңыздар. Тоникім Мишадан. Мен қазірде тоникпен бетімді сүртіп, және де крем жағып қойдым. Ал кремім ол Кристинаның кремі. For oily skin, яғни беттің аса майлылығын кішкене, яғни қадағалайтын крем. Одан кейін, яғни біздің бетіміздегі жаңағыдай макияжымыз, дәл беттің макияжы ұзағырақ сақтау үшін, онда мен праймер қолданам, яғни база, макияжның астына қолданылатын база, праймер дейді. Менде Mary Kay'дің праймері. Осыдан бастасақ. Яғни алдымен қолдарымыздың барлығын жақсылап жуып аламыз. Жаңағыдай кремдерді, тоналды кремдердің барлығын дұрыс жағады. Праймерден кейін айтпақшы, бірден ернімізге жаңағыдай кішкентай бальзам жағып қоюды ұмытпаймыз. Менің бальзамым Body Shop'тан. Ерніміз ылғалда болып тұру үшін. Оны жай ғана ылғалдандырып қоямыз. Яғни ең басты далабымызды жағуға дайындаймыз. Праймерден кейін мен сіздерге көздің астына крем жағуды ұсынамын, өйткені сіздердің көздеріңіздің астыларыңыз, яғни көп мүмкін шаршағандықтан соның барлығын басады. Менде Baobab фирмасының жаңағыдай кремі. Оны кішкене ғана тамызып, көзімізбен басып шығамыз. Майда кемшіліктерімізді жою үшін біз мынандай консилер қолданамыз. Менде MAC-тың консилері LC35 деген. Яғни мен бұны мынандай кішкентай кисточканы жағам. Кішкене консилер аламыз да, жаңағы өзіміздің бетіміздегі майда жерлерге жағып шығамыз. Немесе жай ғана қолмен-ақ бәрін жасап шығуға болады. Тональды кремім ол Мишаның. Негізінде бұл тональды крем емес, бұл BB крем. SPF 42. Яғни бұл меніңше мектеп бітіру кешіне таптырмас тональды крем, өйткені сіздер мысалға далада жүресіздер, мүмкін таңертеңнен бастап кешке дейін, яғни сіздердің беттеріңіз идеалды болу керек, суретке түсесіздер. Сол себепті түрлі-түрлі кемшіліктердің барлығын яғни көрсетпей, бетіңізді әдемі қылып тұру үшін міндетті түрде тональды крем. Менде мынандай спонжбен, яғни бетімізге ұрғылап оны қойып шығамыз мен кішкене. Енді бұл жаңағы спонжымызбен көзіміздің үстінде кішкене басып жіберуге болады, немесе егер де сіздерде көзге жағатын праймер болса, онда арнайы түрде осы праймерді жаққан дұрыс. Менде бар Urban Decay'дікі. Бұл сериясы anti-aging, яғни қартаюға қарсы сериясы. Оны кішкене көзімізге жағып. Яғни бұл праймер бізге не береді? Бұл праймер кішкене база, яғни тень астына жағатын база. Егер де бұл праймерді жағып қойсаңыз, онда сіздің теңдеріңіз ұзаққа дейін шыдайды. Праймерім кебу керек. Бұл уақытта пудра жағып алайық, өйткені ең бірінші біздің мақсатымыз бетімізді жасағандағы оның жаңағыдай тегіс әдемі әрімен, одан кейін оның майланбауы. Біз майланбауын тоқтатуымыз керекпіз. Сол себепті менде MAC-тың Studio Fix, менде
C73 нөмірлі мактың пудрасы. Мен жалпы күнделікті өмірде тек қана осы пудраны ғана жағамын. Кешкі макияж болғанда онда мен мынандай кисточкасымен жағамын. Контур жасаймыз. Яғни біздің қазір бетіміз теп-тегіс болып тұрса, енді кәдімгі адамдарда адами жаңағыдай көлеңке түсіп тұрады. Яғни біздің бетіміздің барлығы тегіс емес, сондықтан біз қазір қайтадан сол қалыпқа енуге тырысамыз. Ол үшін менде пупаның мына жерде мынандай үлкен қорабынан, яғни контурымыз ол мына жерден басталады. Яғни былай қарағанда бірден байқауға болады. Яғни адамның көлеңкесі осы жерлерге де түседі. Одан кейін енді мұрнымызды жасаймыз. Мұрнымызды әдемі, яғни қатты жалпақ емес қылып жасағыларыңыз келсе, онда екі шетіне осы контурды жасау керек. Яғни оның барлығы қатты емес, яғни сілкіп отырып, кішкене аласыздар да бірден сілкіп отырып жасайсыздар. Яғни бұл жердегі ең басты ереже өте қатты жауып бермеу керек. Біздің контурымыз темныйлау тон болса, онда хайлайтеріміз керісінше ашықтау тон. Ашықтау тонға да менде сол пупаның хайлайтері бар. Онымен керісінше біз көзіміздің астын ашамыз. Яғни сол кезде яғни бұрыштардың барлығы қара болу керек, ал мұрнымыздың дәл үстімен кішкене мына жерлер ақтау болу керек. Елік, румяна. Менде Jordana деген румяна мынандай. Оның түсі Touch of Pink. Яғни бұл америкалық бренд, өте арзан тұратын өнім. Енді қатты арзан емес, Америка үшін өте арзан, бірақ сапалы. Өкінішке орай тек қана Америкада сатылады. Бұны біз хайлайтеріміздің контурымыздың үстіне, бірақ кішкене ғана, яғни дәл алма беттерімізге алма бет жасаймыз. Көзге көшпес бұрын бірінші қасымызды жөндейміз. Мынандай жіңішке қастардан гөрі керісінше өте қалың қастар сәнге енді, сол себепті біз де сәннен қалыспаймыз. Щеткамен яғни қасымызды тараймыз. Ал енді көзімізге көшеміз. Көзіміздің макияж жасау үшін мен бүгін Naked деген Urban Decay фирмасынан алған тиімдерін қолданамын. Өте әдемі түстер, маған өте ұнады бұл палетка. Бұл түстің мен Tease деген түсін аламын. Егерде көрінетін болса, онда мынау түсті. Бұл біздің көздерімізге базалық түс болады. Яғни бірінші үстің, одан кейін астын бояғаннан көрі бірден екі жақты бірдей ұстап отырғанда, сол себепті бірден астынан да дәл ұстап қоймыз. Бүгін макияж жасаймыз. Сол себепті келесі түске мен мынандай Pistol деген кішкене сұрша түсті аламын. Сұрша және де кішкене өзінің жылтырақтары бар. Шеттерінде бояп отырамыз. Жалпы мен ешқашанда макияж жасаған кезде бір нақты бір ережеге бағынамын деп айта алмаймын. Яғни менде неге екені барлығы сондай импровизация болып кетеді. Яғни бір нәрсені шығарғым келіп кете ма, шығара саламын, бір нәрсені бояғым келіп кете ма, бояй саламын. Яғни бұл бір өзінің бетіне сурет салып жатқан сияқты, өте қызық. Сұр үстімізге жаққанда астына да жағамыз, бірақ кішкене көзімізге жаққандай. Мына жерлерге қарасын жақтық, одан кейін мына жерлерге кішкене ашық түстілерін жақтық. Енді келесі біздің шаруамыз ол подводка. Подводка деген тень емес, ол тек қана осы біздің кірпігіміздің үстіне жағылатын нәрсе. Сол себепті өте абай болыңыздар, және де ең ұшына стрелка шығаруға асықпаңыздар, оны соңына жасай салып. Астына бірақ өте бітіру кешіне одан ары жаңағыдай кірпік қосады. Мүмкін егерде әрине біреулерге ұнаса, міндетті түрде қосуға болады. Мен де бұрында сондай қылып макияж жасайтын, бірақ соңғы кездері маған
көбінесе табиғи ұнайды, немесе кірпік жабыстыруға да болады. Бұны боямас бұрын біз алдымен кірпігімізді жаңағыдай қатырып, яғни тушты емес, көзімді жауып жұмғанды, ашып жұмғанды ұнатам. Яғни бұл жерде сен бір жағынан тушты да, яғни қайырасың, бір жағынан көзіңді де өзің жауып, соған боятасың. Яғни сол кезде эффект меніңше өте жақсы шығады. Және де асты жағында кішкене. Енді бір соңғы қадамымыз қалды, ол жаңағы мына Naked палетіміздің ең бірінші ашық түсін біз кішкене қасымыздың үстіне жағып қоямыз. Кешкі макияж болғаннан кейін ернімізді кішкене қызыл қылсақ болады. Ол үшін біз ең алдымен ерінге арналған қарындашпен ерніміздің сырт жағын бояп шығамыз. Оның өзінің де бір амалы бар. Мысалға, бірінші мына үстімен мына үстін, яғни біз крест жасаймыз. Алдымен осындай крест. Одан кейін барып бояп шығамыз. Деп кішкене астыңғы жағынан жасаймыз. Ернімнің түсі роза сияқты болып кетті, оны білем. Мынандай бізге салфеткалар керек болады. Бұл Мишаның, яғни жалпы беттің майлылығын алып тастайтын салфеткалар. Бұны біз бірақ ерінге де қолданамыз. Біріншіден ерінімізге, яғни кішкентай бала кезіміздегідей, мынандай қалдырамыз. Яғни бұл әдіс біздің ерніміздегі артық, яғни жаңағы майлылықты алып тастайды. L'Oréal'дің түсі 507-ші түсті блескін таңдап алдым. Осыны мен енді бүкіл ерінге емес, тек қана астынан жерге және де тура сол жерге тек үстіне ғана. Біздің макияжымыз осымен бітті, тамам болды. Енді тағы да бір амал әдіс. Ол егер де сіз өзіңіздің макияжыңызды бүкіл кеш бойы тура осындай қылып сақталып тұрсын десеңіздер, онда мынандай мен MAC-тың, яғни макияж закрепитель, макияжды ұстап тұратын өнімін сатып алдым. Яғни бұл өнімді қазір жағам. Яғни және де бұл кішкене кебу керек. Маңызды нәрсе әрине ол көйлек таңдау. Сол себепті осы кезден бастап өздеріңіз ойлана беріңіздер, қандай көйлек кигілеріңіз келеді, ұзын, қысқа, қандай түс болу керек деген сияқты, және де сол бағытта іздеулеріңіз. Мен сіздерге екі образ ұсынамын. Оның біріншісі ұзын көйлекті мектеп бітіру кешіне, және де бірі қысқа көйлекпен қалай баруға болатынын.